Аба не болды? Машинаны алтын болдық па? Қандай машина? Чанган CS55. Қытайың ба? Я. Айтты ғой, болмайды ол. Недеген қоймайды адамсың, шымал жаман мазамдап қойдың баламе. Гараждан тазалап құрып кет барар. Ішің пысып жатыр ма сен? Апа ана серік көке мініп жүр ғой, нормально ғой. Серік көкең 5-ші этаждан секіресің ба сен де? Ой, жаман кәдімгі қан ішіп. Не болды сонша айқайлап а? Алып берсей балаңа. Не алады ол машина? Не істейді ол машинаны? Сенің жалғыз балаң ғой, класстастарың бәрі айдап жүр ғой. Жаяу жүре ма балаң? Ой, жаман кәдімгі тура нағашыңа ұқсап кеткенсің же нағашыларыңа. Түріңде, мінезіңде нағашыларың. Жүр кеттік. Ондаған ғасыр бұрын араб және парсы ғалымдары теория қылып ұсынып тастап кеткен дүние 19 ғасырдың соңында, яғни 1885 жылы неміс өнертапқыштың қолынан бүкіл әлемге паш етілді. Ол не? Ол әрине автомобиль, яғни көлік. Қаншама жануар мен алысты жақынды еткен нәрсе, ол қазіргі таңда да қатты актуалды болып тұрған нәрсе, ол әрине көлік. Тура сондай ортаны қалыптастырып кеткен Карл Бенцке алғысымызды айта отырып, әлемдегі нөмір 1 автосүйер деп танып, артынан ерген ізбасарлары болып, Шымкент қаласынан алғашқы шығарылым шығарылып жатқан Қонақ драйв бағдарламасына қош келдіңіздер. Бұл Қонақ драйв. Бұнда не айтылады? Мұнда тек қана кәсіпқой немесе профессионал кісілер жиналмаған, мұнда тек қана автосүйер қауым, яғни автолюбитель. Біз мұнда әр шығарылым сайын бір көлікті, халықтың сұранысында жүрген бір көлікті талқылап, оның жақсы жақтарын, оның жаман жақтарын айта отырып, халыққа ұсынатын боламыз. Арнамызға тіркеліп, подписация басып, колокольчикті тағы да басып, біздің шығарылымдардан қалып кетпеңіздер. Алғашқы шығарылым, енді қатаң сөкпеңіздер. Алдын ала кешірімді сұрап алайық. Таныстырайық өзімізді. Өзіміз таныстырайық. Менің есімім Өсер, осы жүргізушімін. Көліктің де жүргізушісі, бүгінгі кештің де, бүгінгі шығарылымымыздың, осы автошоуымыздың да жүргізушісімін. Мұрат ағамыз. Үшінші, желаяқ. Желаяқ жүргізушіміз. Немесе би, Банзай интеллектуал ма? Желаяқ деп балдырған. Үш аяқты балдырғаннан бастап, рикшаға дейінгі ғылымдардың зерттеушісі, матизолог, әлемге. Банзай братан. Бүгінгі біздің талқылайын деп тұрған машинаңыз қандай машина? Чанган CS55. Керемет. Қанша күн жаттадыңыз бәке осы атауда? 3 күн жаттадыңыз ба? Кейіз деп жүрген ғой қазір. Банзай бірінші шығарылымға жалпы Чанган CS55 бойынша кішігірім мағлұмат жинап келді. Соған кішкене назар аударсақ. Жалпы Чанган автокөлігі Қытай мемлекетінде шығарылған, Шанхай қаласында қару жарақ шеберхана ретінде қаланған. Басында қару жарақ. Автоматтар шығарылған. Дұрыс. Керемет. Сол жерде қаланған Қытайда ең көне және ірі автомобиль өндірушілердің бірі. Чанган жалпы Қытай тілінде аударғанда ұзақ мерзімді қауіпсіздік немесе уақытымен тексерілген сенімділік деп аталады. Аудармасы перевод сондай, Чанганның, иә. Өте керемет. Яғни қорқпай айдауға болады, сенуге болады. Бәке, енді сіз осы Чанган CS именно осы 55-ті айдап көрдіңіз ба, жүргізіп көрдіңіз ба? Иә, айдап көрдім. Ұнады ма? Ұнады, бірақ минустар да бар екен. Жылына миллион. Қазіргі таңда 70-тен астам елде сатылатын. Чанган ба? Иә, жылына миллиондаған көлік шығаратын жетекші брендке айналған. Миллиондаған шығаратын болса, соның бір. Брендке айналған. 500 мыңдай Қазақстанда жүр ау. Жүр ғой, Шымкентте 300 мың жүр. Шымкентте 300 мыңдай жүр, иә. Айтпақшы, Өсер, мен, кстати, Карвила авто салонға барып, сол Чанган CS55-ті айдап, яғни өзімнің ойымды сол жақта толық автоэксперт ретінде емес, потребитель ретінде, тұтынушы ретінде, қарастырып жүрген клиент ретінде барып айдап көрдім, оны кішігірім ролик жасап келдім. Экранға назар аударайық. Аударайық. Карвилаға келдім, Чанган CS55 26 жылғы 1.5 моторымен кеттік. Қысқаша толық барынша шолу. Былғары салон керемет, кең, яғни денеңіз
фигураңыз менікіндей 90-60-90 болса, яғни сіз бұл машинада ыңғайлы отырасыз. Мына орындықтары, яғни сиденьялары денеңізді құшақтап тұрады, контурны сызып тұрады кәдімгідей. Шторкалы люгі бар, панорамный крышасы бар. Главный маған ұнаған мынау, Майбах Мерседестің ішінде отқандай болып отырасыз, скорості салып отқан кезде. Мынау енді үлкен банзайды алып сақ қойсаң болады мына жерге. Есік ашылуы, есік жабылуы өте керемет. Артыңғы орындықта отырып көрейік. За рулем мен сияқты бір кісі отырып қалған жағдайда артына отырып бір алыс жолға шығатын болсаңыздар, енді тесно, очень. Орын жоқ, мына тізем тіреліп отыр. Машина жүрісі жақсы, мягкий екен, жеңіл жүрісті. Ана қотыр, қазір қотыр жолдарға түсеміз, қотыр жолдарда қалай екен қазір көрсетеді. 360 камераның бір бөлігі поворот қосқан кезде қосылып тұрады. Күшті, шынымен бар ғой, ол бағаға бұндай машина алу кәдімгі керемет. Ана алдымызда қазір лежачий полицейскийден өтеміз қазір. Керемет. Тағы да бір лежачий полицейский бар. 30-бен өтеміз. Обычно басқа машиналармен жүрген кезде, лежачий полицейскийден өткен кезде бетім кәдімгі дірілдейді менше. Содан біліп атам ше, лежачийден өтіп қалдым. Багажын ашып көретін болсақ, багажы жалпы 475 литрге арналған. Сыйымдылығы үлкен, іші кең. Астында баллонный ключтері бар, аварийный знагы бар өзінің. Және де чисто доехать кого. Жетіп алғанша жарайтын баллон. Запаскасы бар. Капот астында 1.5 мотор. 192 аттың күші бар. Средний расход 100-ге 5.9. Алтта 5, енді қалай айдайсыз, басып айдасаңыз енді. Басып айдасаңыз, мен де көп жеймін ғой негіз. Қазір тормоз басып тұрамыз да, оборот алуын көреміз қазір. 1, 2, 3 кетті. Или машина тартпайды, или машина мені тартамайды. Өздеріңіз қарайсыздар, бұл машина. Енді бір жағынан коробкасы скорость передачи робот болып келгеннен кейін, робот коробка ол стартовый тяганы жақтырмайды. Бірден басқанда ұнатпайды ол нәрсе. Бұл робот деген шал кісілерге, жаңағы банзай бар ғой, сол кісілерге жақсы да бұл. Шәймендеп, өз бабымен шайын ішіп қойып, за рулем кете береді. Жібересің рахат, полный дисплейді алды артыңды көріп отыра бересің. Carvilla автосалонынан келіп 10 миллион 500 мың теңгеге алып кетсеңіздер болады. Тест-драйв жасатыңыздар, қараңыздар, көріңіздер. Мен совет берем осы машина. Керемет. Қарап отырсам, жаңа машина. Жаңа машина. Бағасы? Именно Carvilla автосалонында қазіргі таңда бағасы 10 миллион 500 мың теңге. Сізге ұнапты Чанган CS55. Маған ұнады, иә. Мен жаңа айттым. Не болсан болса, жаңағыдай таңдап түсетін болса, көлік алу керек болса, Чанган 55-ті көзі жұмып ала бересіз. Алуға болады, иә. Көз жұмып алуға. Бұл туралы ойыңыз бар ма? Ал мен алмайтын едім. Неге? Маған ұнамады. Минустары өте көп. Сол үшін жалпы мен де Carvilla'ға барып, обзор жасадым, машинаны айдап көрдім. Барып көріп, жүрден шұқылап. Сен де Carvilla'ға бардың бей? Машинаның бәрін, Чанганды көрдім. Мен де видеоролик алып келдім, көріңіздер, тамашалаңыздар. Ал, бәрекелді. Жаңа Чанган CS55 Pro 2026 жылы. Жалпы Чанган CS55 бір армандайтын машина емес, себебі бұның өздерінің минустары бар. Яғни салонның ішіндегі интерьер материалдары төмен сапада жасалған. Ол деген келешекте тез тозып кетуі мүмкін. Екіншіден бұл коробка мен двигателінде, яғни қозғалтқышында. Бұл дегеніміз Қытай болғанымен де қозғалтқышқа қатты сене бермейсің. Ал коробкасында бұл машина бір орында өте баяу қозғалады. Үшіншіден
шумоизоляция төмен деңгейде жасалған. Бұл дегеніміз ұзақ сапарларға жолға шыққанда ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Жалпы негізі баяу қозғалады. Яғни газды басқан кезде баяу қозғалып, одан кейін барып оборот алады екен. Сол жері минус бұның негізі. Былайша жалпы нормальный машина ғой. Тормозы өте шлик қатты емес, андай плавный емес та. Жесткий болуы мүмкін да, резко тоқтап қалуы мүмкін. Соңғы кемшілігі бұл аэродинамикасы. Яғни жылдамды қатты басқан кезде кейбір жүргізушілерге сенімсіз тудырады. Сіздермен болған эксперт. Айттым ғой, көрдіңіздер ме? Минустары бар өздерінің. Өзен біздің шоудың аты өзі айтты, қонақ драйв деп. Иә. Яғни бүгінгі біздің алғашқы шығарылымның қонағын хабарлап шақырып жүрсің. Біздің алғашқы шығарылымымыздың бүгінгі қонағы миллион командасының белді мүшесі, біз сияқты бізден де қатты өткен автолюбитель және де жалпақ тілмен айтқанда BMW-шник Ерболат Заркумов. Ассалаумағалейкум. Қандай болады ғой? Кейде орыс кісілердің үйіне кіріп кетесің ғой. Басқаудың тастап бір бәле, қайбір жыл пандемияда қуып кетіп қой бәрін. Сондай орыс кісілердің үйіне кіріп қалсаң бір андай. Қасында бір пират құса попугай отырар. Зоя Ивановна, это ваш заказ деген кезде попугай тұрады. Қолымда оларға Негіз ма? бүркіт сапшы. Қалып кетті қолымыз. Қартайған бүркіт. Ерболат, қош келдің. Қош көріп Қонақ драйв шоуымызға. Берекелі болсын, иә. Қош көрдік қасқырлардың апанына. Қасқырлардың апаны. Қасқырлардың апаны, иә. Автолюбитель, BMW-шник. Жалпы бұл кісінің бір ұнайтыны, өшер, бір бағытта да. Біз енді әр бағытта жүріп қой, өзінше любитель болып. Біз тек көзбен любитель ғой, бұл кісілерге жан дүниесіне кірген адамдар. Характеристикасын барлығын біледі. Темірге ұрып бір-бірін нені антифриздің дәмін көргесің ба? Иә, ойбай. Антифриздің дәмін біледі. Ажыратылар. Қол күйген ба? Обязательно. Қол күйген. Свечи алысқан ба десе? Постоянно гараждамыз. Негізі бірінші машинаң сенде BMW болды ма? Жоқ. Алғаш. Бірінші алғашқы машинам Opel болған. Ақ Opel, иә? Ақ Opel. Артында жазуы бар. Жазуы бар, миллион деген жазуы бар. Жалпы біздің командамыз, миллион командасының ең алғашқы көлігі сол Opel. Команданың алғашқы. Алғашқы көлігіміз. Оны маған әкем сыйлыққа берген. Қанша қалып еңдір соң сол кезде? Өзде 3-4 жыл өтіп кетті оғанда, иә? мен біраз болып қалды. Негізі мен оқуды бітірдік. Оқуды бітіріп жүрген жоқпыз. 2-ші курс, 3-ші курс оқып жүрген кезінде Алматыдан папам әкем айдап әкеліп маған 05 нөмірмен жүріп. 05 нөмірмен сол Opel тұғын. Opel 2 куб, 2 тек мотор, 16 клапан. Бұл кісілер сөйтсе, замат цветный, ойынандай. 2 тек мотор енді бәрі біледі ғой негізі. Бағасы қанша болады, примерно? Ол кезде 300 мың алған тұғын. Балдаймен сәлек қымбат. 300 мыңға алған тұғын біз. Оны күніге жөндейтін тұғын. Ақыры моторын ауыстырдым. Ол сонда ол Алматыдан келді ме ол машина? Иә. Өзінің отанына қайтып кетті да, иә? Opel, иә? Таза Шымкенттің отанына қайтып кетті. Чебурашка деген олар. Жоқ. Opel Бэшка дейтін тұғын. Opel Vectraдан кейін Бэшка болады. Duty Low. Енді суретін көрсетсеңіздер болады, мен жіберіп қоямын. Жалпы қанша машина айдадың осы уақытқа дейін? Жалпы Өзіңкі болған да, өзіңкі болған. Бір күн болса да мысалға, подарок етіп, сен ат жасап берген болсаң да. Біз енді автолюбитель болғаннан кейін қазір подпроектті сол BMW-ларды с нуля жинап, сол халыққа сыйлыққа беріп, сөйтіп өзім сол жан дүниеме жақын болғаннан кейін подпроектті жинаған сол машиналармен қоса қазірге дейін 10 шақты машина болды. 10 машина болды. 10, иә? 10 машина болды. Қазір қандай машина? Қазір менде BMW-ға адалмыз ғой біз енді. 2012 жылға F10. Бірақ сыртын барлығын апгрейд. G30-ті жинап шыққан. Оны да өзім подпроект жинап, сырт плетмен ұрған.
костюммен жүрдім. Объем қанша? Нанды жинауға болмай ма? Бірден келіп. Әлі тройка болып жүрсің. Ұзындау қылып па сәл? Ол кісі байымай емес қой. Азылықы деген ма? Комби деген бар еді ғой. Бұл кісі приоритетке кетіп кеткен ғой. Ай жемейді. Май жемейді. Тағы 5 жылдан кейін аукцион жасап қалдым. Түртуге болмайды. Зал енді тайка деп ше. Былай енді жаратылыс қой енді, бірақ ондай Ока, Тико деген машиналар жалпы байкингден де сұрасаң айтады өзі. Қандай машина айдағансыз өміріңізде? Спарк. Спарк айдағансыз. Оны алдың? Оны алдым гольф. Гольф. В общем, только джип айдаған да бұл кісі. Бұл кісінің өзіне только джип айдаған. Негізі сөзіңіз аузыңызда анау кез келген автокөлік бар ғой, автокөлік. Қарасаңыз өзінің хозяйыны ұқсайды. Байқайсыздар? Адамға ұқсайды негізі. Характері де керек. Мысалы үлкен кісілер енді сіздер енді сондай джип мінеді бұл кісілер. Біз сияқты арықтар сол Маған қандай машина жарасады деп ойлайсың? Мен қандай машинаға ұқсаймын? Максима жарасады, ұзын, Максима? Неге ұқсайды? 20-ке ұқсайды. Иә, 20-ке 20-ке оны мұрны шүкірлеуін ше. Мұрнаға келеді. Масады алып масал ойдың. Мура ше, Мура. Бұл кісілер. Делига ұқсайды. Правильный делига. Правильный делига. Балында да. Енді бұл кісінің денесіне қарасаң таза 570. 200. Я ұсаса. 200 мың келіп. Я-то говорю 200 мың. Перешка от болмай ма? Жоқ. Волга деп айтсаңыз да болады енді. Чайка. Чайка. Біздің жүрісіміз сол бүйтеді. Асықпай. Қандай? 6 кубов, да көрейік. Каман десек. Каван десек те болады. Ол өткен. Кабан таза келеді ғой. Арман деп айтайын. Арман. Сол Ниетіңізге жет. машиналардың арасындағы Ерболат жалпы қаншамыз 10 шақты машина болды. Соның арасында бір жаныңа жақын сататын кезде бір жылаған кеп бір болады ғой бір Қимастық. Иә, қимастық бір сезім болған болды ма? Жақсы көрген да арасында. Қатты жаныңа жақын. Мағаны. Жалпы енді біз енді студент кезде өзіміздің қалаған машинамызды ала алмадық енді. Жағдай не істемейді ғой. Жеткенін аласың ғой. Сосын әкемді сыйға берген көлігі. Бірақ енді қазірде бүйтіп қарасам ыстық маған. Өйткені сол алғашқы командамыздың көлігі 4 миллион команда. Малда бар да? Иә, малда бар. 4 бала соның ішіне қонамыз. Төртеуміз жаңағыдай неге тойға барамыз, гастрольге барамыз. Ол еще полный бак бензин құйсаң 1 литр кәдімгідей дополнительный май құясың. Иә, оның өзінің бір ыстық тарихы бар. Ол бізге әлі де ыстық. Одан кейінгі көлігім уже BMW болды, E34. 34. Opel'ден кейін біз анда сәл-сәл әйтеуір Жездоқа сериалымызды бастап, енді тай-тай болып халыққа танылып, әйтеуір өзіміздің қолымыз өзіміздің аузымызға жетіп, біз әйтеуір команда болғаннан кейін әйтеуір түскен пайданы 4-ке бөлмей, мысалға осы айда түскен пайданы мысалға Анатқа беріп, мен өзім алып отырамын. Сөйтіп көтеріп. Сөйтіп бөліп, Сөйтіп көтеріп. Бізде сөйлейік. Иә, бір-бірімізге әйтеуір сөйтіп бір көлік алғанбыз, аяққа тұрып кетті. Сол кезде алғашқы командамыз бізге алғашқы Opel'ден кейін сол E34-ті подарок еткен болғандығын ол кезде де. Оны подарок етті, оны да, иә? Иә, оны соны маған берді. Ол 2 куб Ускамор дейді ғын. Ол да 93 жылғы еді тұғын. Енді жаңа бізге берген кісі де енді түрін өлтіріп істеген да жаңа титанкілер салып 19 разноширокий жылтырап тұр, но бірақ ар жағы іші түтін деген сияқты сөйтіп алдап қалған жаспыз енді. Opel'ден кейін 34-ке отқаннан кейін ол вообще миың ашып қалды да керек. дәу болып көрінді ғой. Дәу болып көрінді. Сонымен де жүрдік, онтан моторын жабыстырып қайттық бүйттік. Сөйтіп жүріп әйтеуір кейін 4-4 34-ке ауысып кеттім. Енді анандай ең қайнаған жепсін да өреу. 2 кубпен жүреміз жаңағыдай баллоннан проблема ғой. Баллонның соры жеп тастайсың. Налогы да шығар, жеп тастайсың, жарып қалады. Сөйтесің да оны вулканизацияға апарасың. Вулканизацияға апарсаң мощный 4-4 келеді. Ана жерде баллон ауыстырады да бернаут жасайды. Түтінді өртейді. Мен сорлы жаңағы ол еще низкопрофиль китайский титанға
ол ям ұстаған сайын трещинасы оны апарып бар дейсің. Одан сайын сөйтіп жүріп осыдан кейін 4-4 алам деп жүріп Жездуханның 19 сериясында көрсеңіздер болады. Сол жерде Мансар екеуміз серебристый есқара дауысын салып от алдыршы өшірші дейтін Жездухан. Сол сұр БМВ-на бір кісіден съемкаға деп алғанбыз. Сөйтіп соны ниет етіп осыны алсам екен, осыған жетсем екен деп жүрдім да. Сөйтіп соған қол жетіп әйтеуір ортамыз көп па, Аллаға шүкір, аға бауырларымыз. Черный газдан уақыт келіп қалды онсыз. Черный газ кетіп қалды ғой. Өзі қанатқа 35 алып беріп. Сөйтіп ол кетіп қалды. Сөйтіп жаңағы өзіміздің жан-жағымызда жолдас баламыз бар. Досик деп айтамыз. Досжан деген жігіт. Сол жігіттің достығын сөйтіп егесі алдың егесі. Иә, жоқ, сол егесінің достығын. Ол анау біздегі не бар ғой анау? Ой, тест аппарат бар ғой, вулканизация анау. Қалан сырт жағында. Кависканың сырт жағында. Вип полик тігетін Руч деген жігіттің досы. Жақын туысқаны Сол жігіт, короче, анау көріп, мен ауырғанымды көріп, достық сезімі оянып, өзінің астына приорасын беріп, ана машинаға гарантия болып, маған алып берген тұғын. Өзінің приорасын беріп, анамның БМВ егесіне беріп, маған алып берген тұғын. Досик нөмірі бар ма? Ол же көтеріліп кетті ға, өзі маған. Көтеріліп кетті болса, тем более қазір. Нормально. Сол Жездухадан кейін сол 4-4 алдым. Себебі оны бүкіл халық білет. 222XX деген номер тағы. Сол хит қылдық. Ол енді 4-4. Сөйтіп оны алып, оны сатып алдық та кейін уақыт келе сатып, ақшасын қайтарып бердім. Өзі Мазар екеуміз 2 БМВ алдық. Біз 10-шы машинаға дейін келейін деп жатырмық. Жалпы емес сұрақ едім. Жалпы тарихын айтып кеттім ғой. Негізі әр көлік мен үшін өте ыстық. Әр көліктің әрқайсысына ден қойып, өзің көңіліңді бөліп істеткеннен кейін да. Әр көлік өзіме ыстық, әрқайсының өзінің тарихы бар. Что попало, оны айдай бермейсің. Өзің ниет қылып, соны мысалға сол ұнайтын болса, соған жету жолында жұмыс істеп, соны аласың. Ол керемет. Енді бірақ көлік болғаннан кейін, жол болғаннан кейін, по-любому жолдың үстінде көп жүресіңдер, қаланың ішінде де көп. Тем более жаңағыдай BMW-ны көп білесің. ДТП-ға, серьезно ДТП-ға түскен кез болды ма? Енді өзің Құдай сақтасын енді, басқа еткен болсаң да, басқа болса да. Қатты ұшын. Как раз сол 34-пен соғысқан кезімді айтпайын болғандығын. Төле би құрамасында біз местныйда ойнайтын. Бүгай айтпайыз ғой. Бүгайды кімге дейін? Рим папасына айтпайын. Сол Бүгай деген жігіт үйленеді. Сөйтіп, как раз сол 34-пен жүретін кезім. Сөйтіп, бізден балалар отсақ болды ғой, қуып жаңағыдай жай жүрмейміз ғой енді. Жаспыз дейсің ғой. Жаспыз. Сөйтеміз да, Марат Тостаев деген ағамыз бар ғой, Марат Тостаев ағамыз. Сөйтті да, Ером, мені де ала кетесіңдер ма, көлік бар болсыңдер, по пути офиске соқты, мені алып кете салшы деді да. Сөйтіп Мақсат екеуміз костюм шалбар киіп ағамыз. Шырттай болып. Жаңбыр жауған тұғын, ой, кәдімгі көктем келді. Жаңбыр құйып жауды, сөйтіп Мақсат екеуміз Марат ағаның офисіне бардық. Марат аға да четкий болып шықты андай. Қойға барасыңдар ма? Шаштарды қайрылды. Костюм шалбар киіп алып. Жаман әдемі. Иә, четкий болып шықты. Сөйтіп келді. Қалайсың деді. Алдына отырғызды. Алдына отыра салып айтты. Ером, ұратын ұру. Жайда. Деді да маған. Көтін қыс деді. Жайда, аман есен лингрей барайық тойға деді. Болды ма деді. Сөйтіп Мақсат артында отырып, екі сіздің ортасында Мақсат отыр. Негізі, айта салай, БМВшниктерге, БМВ айтады, за рулем жүрген минаруға өйтіп айтатын болсаң. Болды. Сөйтеді да, мен енді ниетім болды деп тұрмын енді. Ол кісінің офисі, анау не бар ғой, былай, Тауке хандағы ақ дастарханның артынан бүйтіп шығатын ше. Иә, Шаймерден. Иә, содан, короче, бүйтіп оңға бұрылайын деп тұрып. Шықтық. Вау, светофорда тұрық. Мен отырмын ғой енді. Мен бұрылу керек. Бір кезде Мақсаттың телефоны шықты мына жерден. Екі Марат аға отыр. Мен за рулем, Мақсат шықты да. Телефонын алды. Ером, давай деді. Тұрдым да бірге салма, жасып жанды газ жіберіп қалған ғой. Бокым шықты ғой, короче.
Марат тастап кеткен бүйтіп отыр да, ұстады ғой ей шық, әдемі шықтық дегенде боқым келіп жатыр еді. Мына жақтан парковкадан бір Hyundai акцент артқа қарай шықты ғой. Ассалаумағалейкум, сонымен реакция ғой, сонымен борған едім. Солға кетті, бейт бардық дағыны. Нотариус деген жазу бар. Тал тұр. Лоток тұр керек. Қашқан едім, айналып бардық да бейт бардық дағыны. Багажбен артпен бардық, лотокқа түсіп, талды ұрған кезім болған. Осы кезде люкті ашып болған, жаңбыр жауған. Мақсаттың телефонда ол видео бар. Бар. Оны көру керек. Свидеттен көреш. Мақсат түсіріп отыр ғой. Мен енді игере алмай келедім ғой, жаңа анау шықпам, қашам дедім да, айналып кеттім, артпен бардық та. Люкті ашып болғанбыз. Бәріміз қашым шауырын отыр. Мақсат төбеден түсіріп отыр, тәтем шашына жеп түсіп қалған сыйлап қалған. Бар, тәтем дейт отыр, артымен бейт барды, артымен тал, соққан кезде тал. Бүлге қозғалып, жаңбыр жауған. Люк ашып тұр, төбедегі лай сүйіп бір минут қозғалып, бүйтіп барды. Күліп жібермін. Соғылыпты, шөбі бірімізге алып, бады бір күліп алды. Мәкең негізі жерлейтін жерді ойлаған сияқты сол кезде жүріп. Мәкең негізі сіздей ғой негізі. Бірде арық болып қалған. Ала бұйыңғы деген айналып жатыр ғой. Ол мысы жама ғой. ДТП демекші, Банзайдың бірінші көлігі гольф болған, гольф тройка болған. Бір күн звондады маған. Ура, машина алдым ғой. Қандай машина? Гольф тройка алдым. Болды, құтты болсын. Мен өзі жаңа мемлекеттік қызметкеріміз. Сөйтіп арада біраз уақыт өтті да, бір күн звондады. Мура қаяқтасың, пәленше қаладан Токаевада бір машина көтіне кіріп кеттім деді, короче. Гольфпен. Гольфпен. Келесің бай деді. Джипмен да? Иә, джиппен ғой енді бұған. Сөйтіп бір 40 минут арада уақыт салып бардым ғой. Барсам көкем пассажирский сиденьеде за рулем, қасында пассажирский сиденьеде отыр екен да. За рулем келеді. Қазір тыңдаңыз. Бүйтіп отырды. Келіп алған дос. Не осы бұяқта деймін ғой. Lexus RX-тің өте кіріп кеткен ғой. Там резкий поворот, үшінші скоростьпен бұрылған машина, тұрған машина көте кіріп кеткен үшінші скоростьпен. Короче, бүйтеді, бұның психологиясына қараңызшы. Қазір дейді Lexus-тің үйге шығып айқайлап, кім ұрды, қаны водитель десе, білмеймін. Lexus деді. Водитель қашып кетмеген, пассажир болмай қойды. Сонда 40 минут бойы отқан ба? 40 минут бойы ана, бірақ Lexus сол шықпады. Сөйтіп айтып қайтты ғой. Гольф тура сол түрімен сатылды. Негізі мынау лайфхак екен, а? Иә? Жаңағындай ситуация болса, жай секіріп. Мен таксист деді, ол қашып кетті, мен пассажирмін деп құтылды болды. Сонда таксист машинасын тастап қашып кетеді да, бірақ пассажир ақшасын төлеп күтіп бір жерге барады. Пассажирі 40 минут күтеді да онда. Енді сондай кісі енді бұл кісі. Танитындар біледі ғой жалпы. Негізі ма? Сол кісі көріп алып кетіп тұрса. Сен менің. Сол кезде білгем деп ше. Сол кездегі тұрып. Көшесін айтпаңдар қай жерде екен. Айтпайды. Кило алмай арты деші тағы. Сен қайта көшеде соққансыз ғой, мен екінші ДТП-мді айтып берейін. Тура кәдімгі. Жоқ, BMW айдасаң түп болады дейін. Өйткені BMW-да басқара алсаң, өтте четкий да. Маневры да, управлениясы да. Уақытысында тоқтайды, уақытысында жүреді, ойыңдағыдай да. Басқара алмай қалдың ба? Бір рет жаңағыдай. Давай ером. Жаңағыдай жайлабай да деген сияқты бірдеңе түсіп қалдың ба? Болды. BMW сені басқарады да. Оған әбірден көзім жеткен оған ше. Жалпы машинамен қызық болған оқиға. Иә. Машинаға қатысты. Біз жаңа командамызбен бірінші көлігіміз Opel тұғы. Бірден андай болды. Машинамен ұстық берейін деп жүрген, мотор отказ, бір поршын отказ берек болған. Су қайдан береді машинанша. Сөйтемді, біз тойға барымыз керек Сарыағашқа. Қатын көпірге апарамдағына термостатын ауыстырам, айтып бүйтем қоймайды. Сөйтемді, артына баклашка су толып, 5 литр баклашка су толтырып аламыз. Балалар мен күтіп отыр. Өйткені бірін бірақ машина тойға барамыз. Сөйтемді, термостаттарын ауыстырам, болдау деймін да примерно. Балаларды сабаламын да Сарыағашқа тойға барамын. Кетіп бара жатырмыз жолда.
машина суға не тоқтаймыз, машина ашамыз, су жоқ. Су қайғы кетіп жатқан белгісіз қазір. Сөйтеміз, артына 5 литрге су құямыз, қайтадан жүреміз, су тоқтаймыз. Су жоқ, қайтып сөйтіп келе бір кезде машина уже бітті уже. Су да таусылды. Сөйтіп термостатты алып тастадым анау. Сол кезде колысқа жеттік десең. Термостат бар ғой анау. Су алып тастайсың, прямой болады ғой, білесіз ба? Иә, су тоқтамайды. Иә, тоқтамайды, циркуляция. Соны прямой қылып тастадым. Сөйтіп тағы жүрдік. Бір кезде машина оталмай қалды ғой. Соны итеріп оталдыратын болды. Төртеуміз машинада итереміз, оталдырып алып, тағы жүреміз, су таусылып қалады. Білмеймін, су кетіп жатыр, мотордың ішіне кетіп жатыр. Сөйтеміз да машина оталмай қалады. Сөйтіп перевалға қарай итереміз ғой. Қазғырт перевал. Жоқ, қазғырттан өткеннен кейін тағы бір сары кішігірім перевал ғой. Төртеуміз итереміз. Итереміз. Ойымыз перевалдан асып арғы итеріп оталдырып жүрміз. Аман жабысып қалған ғой. Сөйтеміз итеріп жатыр, болмайды. Сөйтеміз бетонкіден артқа қарай стрешне бар. Тағы сайға саламыз, оталмайды. Қайт уже соң попытка ғой енді. Кетіп барады. Бір КамАЗ келе жатыр ғой, бүйтіп сөйтіп көрді да. Жаны ашып кетті. Сөйтті да тоқтатты да. Трос бар ма? Барып тросқа салдық да Сарыағашқа бардық қой көріш. Сүйреп. Тойхананың алдына қойдық та Opel. Сөйтіп той басқарды төртеуміз. Тойды басқарып болдық та енді тойдың аяғында мен уже газель іздеп жатырмын ғой. Opel'ді қайтадан Шымкентке әкелу керек. Сөйтіп газель тауып Opel'ді қайтадан артқа қарай сүйретіп қой көреш. Сүйреп алғанда ма? Сүйреп апарып, сүйреп жетіп, тойды басқарып, сүйреп қайтып қой көреш. Жайда тұрды. Өзіміз машинамыз бар, өзіміз машинамызға қайттық қой. Зато. Аны бензин ажырайып та, иә, зато. Мен андай нәрсе күттім жаңағы. Тойымыз атқарып та шығып BMW ала салды деп ше, тойдан кейін. Оның егесі бізге ұрза болды да. Ой, тойдан жешіп ше. Ондай той ел болсын. Абылды ма не болған? Мотор жабысып қалған. Кетіп қалдың су. Су көріш. Моторға кетіп қалған ба? Моторға кетіп, глушилкімен шығып кетіп қалған. Глушилкімен шығып кетеді. Содан кейін сол моторды лақтырып, коммунизмнен новый емес, привозной. Привозной. Газель алдық десей. Әрінге жалынбайық деп газель алдық десей. Мотор алып, салып, одан кейін мықты болыпты. Әр командада бір банзай бар неге. Сол мотормен ұзатып жүрдік. Жақсы мотор шыққанда, значит. Жақсы мотор. Ол Opel бар ғой, Алматыға мен аптасына, ол кезде Алматыда тұратын тұғым. Аптасына барып келіп жүретінен ғой. Барып келетін тұғым. Икатек мотор. Спидометр істемейді, судың датчигі, бензин датчигі, ештеңе істемейді. Телефоннан спидометр тартып аламын да бүйтіп. Қойып қоямын да. Электронный дейсің ғой. Сол нәрсенің несі ғой қазір жеп жатқан жемістер. BMW, 570, Мерс жинап жатыр. Сондай жағдайға жеткілеріңіз келсе, құрметті көрермендер, Opel Vectra автокөлігін алыңыздар. Opel Б-ка ақ цвет болсын. Икатек. Алаған BMW-ді айтайын. BMW-ді айтайын. BMW-дан басқа айдан жоқ қой енді сенде дұрыс па? Жаңағы 34-тен кейінгі 39-ға алдым. Ой, 39-ға алдым дедім. 39-шы кузовты алдым. E39. Пятачок. Иә, көбісі жаңағы дельфин деп айтады басқа жерлерде. Негізі капля ғой? Капля деп айтады. E39 деп айтады. Енді жаңағы жолдас балаларымыз алды, балаларым подарок етті. Енді алғашқы осы жалпы танымал болып, жалпы осы блогерствомен. Оны да подарок еттіңіз ау? Жоқ, келіп жатырмын ғой. Айтайын. Қайта берейін. Туындап тұр да. Жалпы осы танымал болып, Аллаға шүкір, елдің алдына шығып жүргеннен кейін сәл әйтеуір кішігірім блогер болып жүрген кезде бартер деген дүние бар ғой. Бартерге бір жерге барып, тамақ ішесің, суши, пицца жейтін нәрсе. Ол сезон өтті. Көтерілген традиция ғой. Одан кейін по бартеру жаңағы киінесің, рекламасын жасап бересің, жарнамасын жасап бересің, жаңағы киім аласың дейді. Сол кезде ең алғашқы үлкен бартерге мен бір автосалонға амбассадор болып жұмысқа кеттім. Ол кісі маған машина сыйлады. BMW. Иә, BMW E39. Сол кезде қатты қуанған тұғым. Сол 39. Объем? Ол кезде 3.5 тоже. 3.5 не ғой? V8 ғой? Лабраска, 3.5 Лабраска. Былай мотор түт салыстырамайсың бірдей. Ашып көрмесең. Сөйтем да свежий ғой. Соны маған подарок етіп жібереді. Мынау көрші. Өзінен артық бағасы қанша еді оның? 6 миллион.
5 миллион 6 миллион Осыдан 2-3 жыл бұрын ба? иә сөйтеді да по бартеру жұмыс жасаймыз. Маған сол машинаны подарить етеді, мен 1 жыл сол жаққа реклама жасауым керек. Сөйтемін да машинаны алып шығамын да қуанышымда кәдімгі қуанышты жүрмін. Ой, жұрттың бәрі мықты енді. Сөйтемін да азанда үйдегілерді неге алып барамын деймін, автобусқа салып жіберемін деймін. Сөйтемін да Автовокзалға. иә Самал автовокзалына барамын. Болды. Самал автовокзалына Есімде келіп барамын. жатыр. Ол 3/5, бірақ маған 4/4 деп айтқан, кейін 3/5 болып шықты. И коробка автомат. Сөйтемін да таңертең Самал автовокзалға кіремін да автобусқа қараймын, автобус жоқ, өзім ұйқым қанбаған. Сөйтемін да тұрамын да ашуланамын ғой ана водитель. Сөйтемін да сойып Автобус жоқ, соған ашуландың ба? енді болмай жатыр да болады кейбіреулердің тіршілігі. Сөйтемін да отырамын да ана дыға саламын да на местіге. Мен әбден механикаға үйреніп қойдым. Білгенін істейсің ғой механикаға. Ер аласың. Бірге саласына кете бересің. Ана автомат оның үстінде 39-та Бірге саласында кете бересің. Механикада Автоэкспертіміз. бұда 80-ге дейін 100-ге дейін апара береді. Бірден, иә? Бірден. Бірмен. Бірмен және бірден автосы. Ол бөлімізге сондай ол. Ең мықты мотор ол қанша бассаң да су қызбайды, и тез шықпайды. Тек май жейді да, иә? Енді Бар. состояниесіне қарай. Бірақ жейді бәрібір, иә? Бірмен 40-қа зорға шығатындар да май жейді ғой. Әрғалай состояниесіне қарай ғой. Ұрсап бер келіп ше. Андай, Мәкеңе. ода блок редуктор жоқ. Тем более. 39-да. Редко болады. 34-те любой блок редуктор жібереді. Сөйтемін да блок редуктор жоқ. Дыға саламын. Тапольк басам ғой. Самал автовокзалының ішінде. Шлагбаум бар. Шлагбаумнан кейін жаңағы шәуілдерге неге жүреді. Сондай старекстер тұрады. Сол жерден шығамын ғой жаңағы. Шығамын дағыны деп келемін да газ қайтарамын деп үлгеремін ғой соны. Үлгермей шәуілдерге адам жинап тұрған старексті барып жинап тастаймын. Не именно шәуілді? Сол тұпқа алдында. Жөне байлам. Ол жинап да арты қарай ана неге артын остановкасы бар. Сонымен бірге апарып жинап тастаймын. Сен ба обновление істеген Самал базар? 12 адам барамай қалды ше. Қайта құдай сақтап ішінде адам жоқ. Основной удар алдыңғы баллонда болған. Старекстің ба? Иә, Старекстің. Жаңағы мына жақ крыло астын бәрі айнып кеткен. Артында нелер жаңағы водительдер артын ашып қояды екен да, аяқ салбыратып бізде жауып отыр. Құдай сақтап ол удар болған кезде артқа аунағанда барып сол тура остановка. Темір ғой деген жер кейін ары қарай, иә? Сонымен не керек түстім. Сосын ойбай әйтеуір барлығы қазықпыз ғой әйтеуір түсіп не болды кім ерам болып кетті әйтеуір. Сонымен танып бәрі түсіріп алды да ана айырбақтың бәрі ашылып кеткен. Бір өзің бет машинада? Жоқ, мамашка. Үйдегілер бар. Сөйтіп артқа қарай машина артқа қарай итеріп сөйтіп адам өзі ми ашып қалады ғой. Біраз ойнап таныс жігіттер келіп машина итеріп қойып палаткамен жауып арақта таныс аға бауырларымыз бар, олар келіп қалды. Сөйтіп сол моментте соққан бар. Сөйтіп мына жолдың мына бетінде как раз Самал Жаңа ДТП туралы әңгіме айтып отыр екенбіз ғой. жолдың мына бетінде Самал ненің мына бетінде тура Старекске зат жасатады ғой. Машина соғып олар келіп сразу ана жаққа барып Старекстің алдына зат жасалып Старексті апарып жинап беріп ол тәжірибе. Мына менен ғой енді. Иә, мәселен ана механика айтады. Одан кейін ол видеоны ертесіне TikTok-тан, Instagram-дан көрдім ғой. Иә, мен сол есіме түсіп жатыр деп отырмын ғой жаңағы. Тұрып алған ғой сол кезде, Бұл жақсы екен да, істеген нәрсе ситуациядан шығуға әрекет жасайды екен. Бұл кісі ситуацияда просто отырады. ситуацияны Просто отырады да, көреді ол ситуацияны. Үйді соған бүгін. Иә. Сол кісіге үй соқ десең барып прямой соғады десеңші. Машинамен же. Кәдімгідей фундаментін қойып соғын десең. Он машина айдадым дедің, жаңағы ДТП-лар болды, нелер болды дедің. Қазір BMW-мен жүрсің деп отырсың. Чанган CS55 туралы ойың бар ма? Бір определенно бір айдап көрдің ба или болмаса жаңағыдай айдап жүрген кісілерді, мініп жүрген кісілерді туралы естідің ба? Жақсы жағы, жаман жағы. Қазіргі именно осы Ерболаттың ойы қалай сол Чанган CS55 туралы? Жалпы Қытай көліктері ол қазір миф емес, ол не болып тұр ғой, факт болып тұр ғой. Шын мәнісінде, иә. Өйткені
қолжетімді, қауіпсіз, бүкіл арзан баға және де кепілдігі бар и комфорт. Барлығын өте дұрыс. ішіне тығып жіберген да. Енді мен өзім айдап көрмегенмін, но бірақ основной сол көбісі айтатын сол, өйткені қолжетімді баға, сіз ондай баға, ондай комфортпен ондай не ала алмайсыз мысалға. Шын мәнісінде дегенде. Негізі нарықтағы бағасы бәріне қолжетімді ғой, енді 10 миллионның ояқпағанда, минус плюс 3-4 до рестайл деген бар енді. Көрермендер өздері осы сұрақтың жауабын іздеп жүрген кісілер болса өздері шешім қабылдай берер, бірақ көпшілік адам уже шешім қабылдап мініп жүр. Инстаграмға, ютубқа нәрсеге байқап қарайтын болсаң, бірақ Қытай автокөліктерінің бір жерге жинап қойып, ангарда болмаса гараждарда міне мынаның моторы ремонт болып жатыр, мынаның турбинасы ремонт болып жатыр, мынаның деген. Барлығында осы мотор болмаса коробка туралы ремонт болып жатыр да оларда. Ал жаңағыдай Құдай сақтасын ДТП болған жағдайда сыртқы элементтер бар ғой, крыло, есік, не дегендерді Қытайдан прямой заказбен алып тура кобальттың системасы сияқты алып қоя берсең болады. Ондай кісілерге айтатын ойым бар ма, мысалға Чанган CS55 салоннан алды, новый сөйтіп кетті, бір аптадан кейін мотор кетіп қалды. Прям мотор кетіп қалды, енді Қытайдан заказ беру керек, басқасын істету керек. Енді ол кісілерге негізі қазір Қытай 5 жылдың ішінде ғой осындай дәрежеге жетіп біздің рынокқа кіріп кеткен. Енді ол бірінші нарықта ғой, енді ол вторичный рынокта қалай болатынын да көріп жатыр ғой көп адамдар. Вторичный рынокта ол машинаның өтпеуі Иә, бұл да басты сұрақ негізі. Басты сұрақ. Енді оның ішінен брактар да шығады, басқасы да шығады. Завод болғаннан кейін дейсің. Енді ол автосалонның гарантиясымен келісілген күйде болса, онда ол автосалон ауыстырып беру міндетті деп ойлаймын, білмеймін мен бірақ. Енді бірақ ондай жағдайларда тек қана Қытай көліктерінен емес, басқа да мысалы Тойоталардан да басқа да бұзылады. Иә, автосалондарда сондай жағдайлар болып жатыр. Бірақ енді көп автосалондар шешіп беріп жатыр негізі. Мәселен, иә. Ол өйткені одан жауапкершіліктен қашпайды ау, өйткені ол жерде барлығы документация бойынша. Енді болған шығар, білмеймін. Toyota, Lexus жаңағыдай салоннан алады, бұзылған кезде ол ешкім түсірмейді да оны. Потому что ол нәрсе талқыланбайды. Ол аппаратта салонға апарып Қытай актуальны ғой. Қытай глушитель түсіп қалса да, есігі бүйтіп қалса да салып отырады. Негізі сондай мәселе басқа машиналарда да болып бар. Иә, негізі болып жатыр. Кейін ерболат жақында Инстаграмнан, ТикТоктан қарап отырмыз. Қытайға барып бір машиналар қарап сөйтіп жүрген екен. Иә, Құдай қаласа. Сол туралы. Жалпы сол бір кәсіптің басын ұстап айтыр осы айтыр өнерден бөлек те осындай жаңа машинаға көлікке жақындығымыз бар ғой енді. Сол салада болғаннан кейін өзіміз ниет етіп командамызбен осы бұйырса автосалон ашсақ деп отырмыз. Күшті. Менеджер болып алшы сразу. Яғни Қытай машиналары. Тек қана Қытай емес, кез келген көліктер. Біз жаңа Корея елінен де мысалға тапсырыспен алуға болады. Қытайдан да алсақ та болады, Дубайдан да, Грузиядан да әкелсек болады. Сол Қытайға барған себебімде сол барып серіктестермен жолығып, көзімізбен көріп, жаңағыдай ситуациялар болмасын деп. Одан кейін полный BMW-ге көшсе кейін сразу. Қытайдан кейін ма? Иә. BMW сататын. Потому что BMW-ның полный несін білесің. Шымкенттегі лицосы болып тұр да енді. Негізі бізде Шымкентте көп BMW-шниктер. Оны құрайтын да, оны жүргізіп айдап жүргендер де лицосы деп жүрген. Бұйырса Не помешало бы дегендей ғой. Жалпы сіз тәтем негізі дұрыс айтып сіздің шоудың атынан саған тілек онда. Салон атын не деп қойын деп отырсыңдар? Салонның атын қазір сіздердің бұл программаларын қанша өзі ашып қоямыз ғой, Құдай қаласа. Енді біз халықтан сұрап жатырмыз. Енді біз миллион командасы жеке бренд болғаннан кейін сол командамыздың атынан қойсақ деп жатырмыз. Миллион Моторс деп қоямыз. Өйткені біз халықпен ақылдасып жатып, пост салдық. Мен де қоятын сөйтіп комментарийін оқып жатырмыз. Көбісі, көп пайызы сол миллион Моторс, миллион Карс сондай болады. Өзімізге ұнаған. Звучит па негізі миллион Моторс. Бұйырса асылына келесіздер. Қонақ драйвтың жігіттерін шақырамыз. Зор. Біз енді бастап жатқан адамдарымыз ғой, ерболат андай қаладан біз ұстап алып, бокспен шеген. Бір сұрақ қоя салайын, сонымен қонағымызбен талқылап жатқан мәселелер тоқтасын. BMW или Mercedes екеуі өмір бақилық қарсыласта ғой енді. Ал енді Mercedes'тің ішінде де суперкарлар бар ғой. Жаңағыдай бір айдағаннан ақ, бір жүргізгеннен ақ ауыртып қоятын. Жалпы Mercedes'тің де өзінің любительдері бар. Тура сен сияқты. Тура жаңағы
BMW-шіліктер сияқты. Нақ тура алдыңа солай екеуінің алып келетін болса, саған таңдау қоятын болса, Мерседестен қандайын жақсы сұрататын ең? BMW-ның қандай версиясын, жаңағы қай кузов болмаса қандай комплектациямен деген сияқты? Жалпы бұл ғасырлар бойы бақталасып келе жатқан екі көлік қой негізі. Иә. Бұның әлі біреулер былай айтады, біреулер былай айтады. Енді әркімнің өзінің мінезі бар. Енді BMW ретінде салыстырмалы күйде айдап көрген бар. Мерседес. 5/5 Мерседесті айдап көрдім да. Бірақ риск жағынан BMW бәрі. Сол себепті. Енді Мерседесті мен жамандамаймын. Өйткені осы жақында мен бір Мерседес дипломат проект жинап дипломат жинап шыққан тұғым, біраз BMW-шіліктер ренжіп гараждан да кіргізбей қойған. Одан кейін енді ол жерде мен өзіме тәжірибе ретінде жинап көрдім. Ол көліктің жаманы жоқ. Ол бітті ғой. Бітті, бітті. Оны не істейміз оны? Оны біз көреміз болашақтың еншісінде. Енді жалпы көліктің жаманы жоқ қой, ол көлік жүрсе көлік, жүрмесе өлік дейді. Сол себепті негізі ескі көліктерге күтім қажет. Сол себепті. Енді жаңағы тоқталасы келсе, маған келсе, мен өзім BMW-ны таңдаймын. BMW-ны таңдаймын. Сіз ренжімеңіз. Мен бүйтіп қарағанымды қорықтым. Жоқ, мен де BMW-ны ар жағында ұратын сияқты. Мен де BMW-ны жақсы көремін. Енді BMW-ны жақсы көремін. Негізі, Сен қазір ұнаттың ғой BMW-ні. Бұның алдына дейін Монза бірден кейде жүрген меңдашта. Спарк деп, Спарк дейді, анау. BMW-ны қандайын беретін ең бәкеңе? Бір BMW берші. Әлемде бар. Әлемде бар. Әлемде барын ба? Бұл кісінің жаңағы дене пішіміне қарасақ, Тройкасы, тройкалары жақсы. Екі есіктісі. Екі есікті. Купелер. Болмаса кабриолет жаңағы қатем айтпақсы. Z3 әдем кетеді. Бірақ не болса төрт есікті болған дұрыс қой. негізі, иә. Адам мініп түсуі бар. Әйтеуір қазір хуторшілік. Иә. Баяғыдай Таңдау етсеңіз. Күнін көреді әйтеуір. Жарайды, рахмет. Осы бізде автошоу қонақ драйв өз соңына жетті. Осымен тәмам. Келесі шығарылымда тағы да жолыққанша, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бұл қонақ драйв автошоуының басты бір серіктесі, басты бір демеушіміз Карвилл автосалоны Шымкент қаласында Арайтаң нөмір 1 адрес бойынша орналасқан. Қытайдан келген көліктер, Кореядан келген, осы Қазақстанда жүрген местный көліктер дейді, солардың барлығының алып сатумен айналысады. Ол жерде басқа салондардан тағы бір ерекшелігі, онда колоссальный дейді орысша. Үлкен опыт жинақтаған менеджерлер, яғни сопровождениемен келген клиентті ең соңына дейін алып жүретін мамандармен мамандандырылған жер. Яғни Карвилла армандар орындалатын мекен. Енді миллион моторсқа дейін де болады. кірсем спонсорлық. Кірсеңіз болады, иә. Мына қарсақ отырыз, ақ нәски киіп шамалы сары мына екі көк кепке киіп алған. Тағы да бір біздің қолдап осы шығарылымымызды, осындай идеямызды қолдап отқан Triangle автошиналар производствосымен алып сатумен айналысатын мекемеге тағы да алғысымызды білдіргіміз келеді. Одан бөлек Кона мұнда жайлы, және де ең басты алғысымызды, шексіз ыстық алғысымызды білдіргіміз келетін ағамыз бар, Мақсат Мырза Ахметов. Сол кісінің арқасында, сол кісінің біздің идеямызды қолдап, бізге ат салысып, ат үсті қарамай, жеңіл былайша айтқан кезде қолдап, жылы лебізін білдіріп, қолынан келгенше бүкіл көмектерін көрсеткен кісі үшін тағы бір шапалақтап қойсаңыздар болады. Аталғандар бұның барлығы біздің демеушілеріміз, бізді қолдаған кісілер, хоть организация болсын, хоть автосалон болсын, болмаса жеке тұлға болса да. Ал бізге тағы да демеушілікке қолдау көрсетем дейтін кісілер болып жатса, міндетті түрде осында хабарлассаңыздар болады. Астына нөмір шықпайды. Прямой звондаңыз десең. Олмандарын үйренбедік десең. 6 деген 20 күн жүреді. Және де бұдан бөлек бізді осындай қолдау көрсетіп отқан жылы лебізін біліп, осындай идеямызды айтқан кезде бірінші болып қолдаған Елебай Мақсат Мырзаға алғысымызды білдіргіміз келеді. Аге, рахмет. Сіздермен болған қонақ драйв. Қонақ драйв. Болды. И тот просто қоланса андай шамалы разметі бірден